Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін сіздерге жаңа бір тақырыпты түсіндіргіміз келіп отыр. Бұл тақырып физикалық құбылыстар деп аталады. Енді өздеріңіз мысалға сыртқа шықсақ, үйден далаға. Айналада бізді қоршаған ортада әртүрлі өзгерістердің байқайсыздар. Жел тұрып кетуі де мүмкін, немесе күн күркіреп жатыр аяғын, жаңбыр жауып жатыр деген сияқты. Бір зат құлап жатыр, басқа бір зат қозғалыста деген сияқты. Енді осы өзгерістердің барлығын бір сөзбен табиғат құбылыстары деп атаймыз. Алайда табиғат құбылыстарын екі типке бөліп қарастырамыз. Біріншісі физикалық және екіншісі химиялық. Енді мына суретке қарасақ, бірінші суретте солтүстік шұғыласы, одан кейін кемпірқосақ, одан кейін найзағайды көріп тұрсыздар, да? Яғни бұның барлығы өздеріңіз білетіндей физикалық құбылыс болып табылады. Физикалық құбылыс, яғни дененің пішіні, агрегаттық күйі, яғни қозғалысы, жылдамдығы немесе температурасы өзгеруі мүмкін. Ал заттың құрамы өзгермейтін болады. Мысалы, мұздың еруі, яғни ешқандай жаңа бір зат пайда болып жатқан жоқ, құрамы сол. Темірдің қызуы, яғни дененің температурасы өсіп жатыр. Дыбыстың шығуы, жарық таралуы, найзағай, кемпірқосақ, солтүстік шұғыласы, осылардың барлығы бір сөзбен айтқан кезде физикалық құбылыстарға мысал болып табылады. Ал физикалық құбылыс пен химиялық құбылыста басты айырмашылығы, химиялық құбылыста жаңа бір заттың бір түрі пайда болады, жаңа зат түзеледі. Сондықтан бұл бізде химиялық құбылыс болып табылады. Ал физикалық құбылыстар одан кейін ары қарай тағы да жіктеуге болады. Мысалға, найзағайды электр құбылысына, кемпірқосақты мысалға жарық құбылысына жатқызуға болады, солтүстік шұғыласын жарық құбылысына, найзағайдың дыбысына байланысты оның дыбыс құбылысы деген сияқты. Егер де бір басқа бір зат қозғалыста болатын болса, ол механикалық құбылыс. Мысалға, тұспалдар компастың тілшесін ауытқуы болатын болса, ол магниттік құбылыс деген сияқты. Міне осындай физикалық құбылыстарды одан кейін ары қарай бөлуге болады екен. Механикалық, дыбыстық, жарықтық, яғни магниттік, электрлік дедік, дыбыстық дедік. Міне осы айтылған түрлерге бөлінеді екен. Келесі сабақта кездескенше.